Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте керемет болып шығатын бисквит пирожныйларын жасайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер және де лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. 5 жұмыртқаға қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Аппақ болып көпіргенге шейін. Оның үстіне електен 5 ас қасық ұн және 5 ас қасық кукуруз крахмалын саламыз. Табамызды дайындап, бір келкі етіп құямыз. 170 градуста қызып тұрған пеште 20 минут пісіріп аламыз. Енді біз кремімізді дайындайтын боламыз. Крем бізде қайнатпалы крем. 2 жұмыртқаға қантымызды салып, және де 2 ас қасық кукуруз крахмалын салып, жақсылап араластырамыз. Сүтімізді құйып, орта отта қайнатамыз, және де үнемі араластырып тұру қажет. Бөлме температурасында тұрған сары майымызды алып, миксермен жақсылап араластырамыз. Оның үстіне жаңағы дайын болған қайнатып алған кремімізді 1 ас қасықтан бөліп салып тұрамыз. Және де біз 50 грамм сахарный пудрамызды салып, және жақсылап араластырамыз. Міне біздің креміміз дайын болып шықты. Дайын болған бисквитімізді суытып алып, кремімізді жағамыз. Негізі бисквитті 3-ке бөліп алған дұрыс. Сонда формасы әдемі болып шығады. Міне біздің пирожныйларымыз дайын болып шықты. Осылай кесіп дастарханға қойсаңыздар болады. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.